Баяғыда 40 жылдың арысы мен берісі болу керек. Қаскелең ауданындағы аудандық сотта қызмет атқарып жүрдім, деді Өдербай ақсақал. Бір күні кезекті сот мәжілісін өткізіп отырғанбыз. Кенет кіре берістегі алдыңғы бөлме у-шу болды да қалды. Құлаққа жеткен сондағы қызметкердің іште сот болып жатыр, тоқтай тұрыңыз деген тоқтау сөзі. Бірақ оған бағынбай, баса көктеп, үстіме бір адам кіріп келді. Қарасам өзімнің досым Смағұл екен. Елтай атында колхоздың басқармасы болып тұрған кезі. Үлкен көздері шатыңқырап, сұрша өңі сұстанып, ашуланып алған. Кіре сала, тұр орныңнан Өдербай, жүр менімен бірге, деп ай-шайға қараспастан бұйыра сөйледі. Айтқанынан қайтпайтын қайсар досымның мінезі маған бұрыннан белгілі. Жүріп жатқан кезекті сот мәжілісін амалсыз тоқтатуға тура келді. Ойбай, соттың өзін айдап әкетіп бара жатыр, десті біреулер. Далаға шыққан бойда Смағұл мені ала көзбен атып, үн-түнсіз мені үйіме қарай алып жүрді. Менің қойған сұрақтарыма тіс жарып жауап қатар емес. Қобалжулы көңілім, апырай, не боп қалды екен, деп одан арман ұйқы-тұйқы. Есіктен кіре бетте байқағаным, бір бұрышта менің туған анам көзінің жасын сүртіп жылап отыр. Үйде әйелім мен емшектегі жаңа туған ұлым жоқ. Отты жанарлары ашумен шоқтай жайнап маған қарай жалт бұрылған Смағұл. Өдербай, сен маған турасын айтшы, анаңмен қаласың ба, жоқ әлде әйеліңмен боласың ба, деді тікесінен. Еш жаққа бұрылтуға мұрша бермейтін қатқыл сұрақ. Мен, не болды Смеке, түсіндіріп айтсашы, бұлай, деп жаймеңдеп келе жатыр едім. Смағұл құлақ асқан жоқ, жаңағы сауалын ары қарай жалғастырып, сен маған алдымен жаңағы сұрағыма жауап бер, деп қадалып тұрып алды. Ойбай-ау, ол не дегенің Смағұл, қалай анамды далаға тастамақпын, бірақ өйтіп таусылатындай ештеңе жоқ шығар, дедім ширанқырай сөйлеп. Сол таусылатын жағдай болып тұр ғой, әйелің неге анаңды жылата береді? Олай болса, мына анаңды жылатпай бақ, баға алмасаң өзім алып кетіп бағамын, деді өктем дауыспен. Ал әйелің енді бұл үйдің табалдырығын аттап баспайды. Ұқтың ба? Оны мен жаңа ғана төркініне қарай өз қолымен аттандырып жібердім. Анам мен келіншегімнің арасындағы әртүрлі кикілжіңнің болып қалатынын бұрыннан да сезетімін. Көңілімді күп тығылған уайымның бірі, апырай, бұл кісілер енді қайтып тіл табысар екен болатын. Мен жоқ уақытта екеуінің арасы тіпті ушығып кеткен сияқты. Бала кезден бірге өсіп, бауырдай болып кеткен адам емес пе Смағұл? Біздің үйді өз баласындай билеп төстейтін. Ол жай бір шаруамен кіріп келіп, анамның көз жасын үстінен шыққан. Шапшаң мінезді шешімтал досым мен құсап міңгірлеп тұрмайды. Менің бар жоғыма қарамастан әйелімді үйімнен айдап шыққанда сондықтан. Осының алдында қарт енесін сыйлай алмаған келіннен не үміт, не қайыр дегенінде естіп қалғанмын. Ал мен болсам жай адам емеспін. Қызметім аудандық соттың судьясы, талай адамның тағдырын шешетін сот билігінің өкілімін. Бірақ өз тағдырымды шешуге келгенде қауқарсыз болып шыққанымды қарашы. Содан бірер ай үйде анамыз екеуміз ғана тұрып жаттық. Бір күні ауылға жүріп демалып қайт деген соң, Елтай атындағы колхозға қарай тартып кеттім. Біз шай ішіп бола бергенде, есік алдында 3 ат желінген жеңіл арба келіп тоқтай қалды. Жүр, екеуміз бір жерге барып келейік, деді Смағұл. Мен үшін оның айтқаны қай уақытта да заң. Дереу жолға қамдандық. Бет алысымыз осы жерден онша қашық емес, Жармұхамбет деген ауыл. Смағұлдың көздеп келе жатқаны осындағы бір ағайындылардың үйі екен. Біз ат басын тіреген шаңырақ иелері жасы үлкен адамдар екен. Мал сойып, дастархан жайып, бізді жылы шыраймен қарсы алып жатыр. Сол үйде таң атқанша қонақ болып демалдық. Қайтар кезде үй иелеріне қарап отырып Смағұл: аға жеңге, менің сіздерге бір бұйымтайым бар, деп бір салмақты сөздердің шетін шығарды. Мына отырған менің досым Өдербай.
Кешеден бері танысып білісіп жатырсыздар. Жаман жігіт емес екенін де байқаған шығарсыздар. Айтайын дегенім, осы үйдегі менің қарындасым мен осы Үдербайды табыстырсақ, келіссеңіздер, некесін қиып қоссақ деп едім. Қарындасымның бақытты боларына, жыламасына мен кепілдік беремін, деді салған жердің тікесінен. Қазақшылық жолмен алыстан орағыта мәймөңкелеп жатпастан турасынан бірақ тартты. Бәріміз де селк ете түскендей болдық. Үй иелерін былай қойғанда, менің өзім Смағұлдың бұл ойынан мүлде бейхабармын. Айтып отырған әңгімесі жөнде осы уақытқа шейін әммен деп тіс жарса, не қылдырсыз? Қай заманнан бері сырлас ескі дос болғаннан кейін, арнайы осы үйге келгеннен кейін, ашып айтпаса да, ең құрығанда түпкі ойын ептеп ишаралап қоюына болар еді ғой. Жоқ, тіпті көз қиығымен де сездіруді қажет деп таппаған сыңайлы. Айналадағы адамдардың икемге келгендерін үйіріп әкете беретін ежелден сұрағылы Смағұл емес пе? Бірақ енді мені өмірімдегі шешуші сәтке байланысты дәл осылай билеп төстеп алып кетеді деп өш ұйықтасам да түсімде кірмес. Жүрегім дүрсілдей соғып, көзімді жыпылықтата берсем бекен. Мына тосын ұсыныс меңдетіп жібергендей. Дастарқан иелерде ләм деп ауыз аша алмастан бір сәтке сілейіп қалған. Сенер-сенбестерін білмей айран асыр. Екеуіңде өңдерінде мына Смағұл шынын айтып отыр ма? Деген сұрақты нышаны. Ойпыр-ай, ең құрығанда жол бойы қыз жайында тіс жарып бірдеме десейші, деймін мен іштей. Ананы мынаны сөз етіп келе жаттық, бірақ ондай әңгіме тіпті ойымызға да келмеп еді. Енді аяқ астынан Смағұлдың мынасы несі? Тіпті осы үйдің қызы бар екенін де білмеймін. Білмегендіктен көргенде емеспін. Ендеше Смағұл алдымен менің келісімімді алу керек еді ғой. Үй иелерін былай қойып, менің өзім тіл ауыздан айырылып, меңірейген күйі отырып қалсам керек. Әлде уақыт өткеннен кейін барып, ең алдымен қыздың анасы еш қандай болды. Жоқ, бермеймін, деді ол кісі бірден ақ қарсы екенін танытып. Қызым ол жас, оның үстіне, қалай бұл аяқ астынан? Бере алмаймын, деп бұл әңгімеден өзіне ұнатпайтындығын сездірді. Оның үстіне деп айта алмай отырғаны, оның түбі белгілі. Қатынын тастап кеткен ересек еркекке қалай барады деп отыр. Сол екі арада есін жиып алды ғой деймін. Әңгімеге отағасы да араласып кетті. Алдымен ол әйеліне тиісті. Жә болды, күңкілдей бермей. Смағұл үнім айтты ғой. Смағұл қашан бекер сөйлеуші еді. Менің қызым өзінің қарындасы, ал қарындасын нашар жігітке қосар қоймас. Рас, балаларды қосу деген қашан да ойланатын шаруа. Бірақ бұл арада сескенетін ештеңені байқап отырғаным жоқ. Мен батамды бердім. Енді қырсықпай сен де рұқсатыңды бер, деді сосын әйеліне түйіліңкірей қарап. Қыздың шешесі болса басын тұқшырта төмен қаратып отырып алған. Тағы да бірдеме деп міңгірлей сөйлеп, еліге қоймаған сыңай танытты. Қызын маған қимай отырғаны анық. Қанша айтқанмен ана ғой, бірдемелерді қиыстыра алмай, ығын түсіне алмай отырғаны белгілі. Ең басты түйткіл жаңағы мәселе. Манағыдай емес, есін жинап, даусын қатайыңқырап алған отағасы өзінің билігіне енді мінген сыңайлы. Бір жағынан Смағұлда ойын одан арман тиянақтап, қыз шешесін көндіруге қамданды. Сөзін дәлелдеп тұздықтай сөйлей отырып, отағасы екеуі ақыры бәйбішенің бетін бері қаратқандай болды. Сонымен не керек? Үй іші аяқ астынан абыр-сабыр болды да қалды. Қызды дереу киіндіріп, басына орамал жауып, жеңгелері далаға алып шыққалы жатыр. Ойпыр-ай, түрі қандай екен деп жүрегім лүпілдеп барады. Арбамен қайтадан ауылға қарай бет алдық. Қыз басындағы орамалын көтерер емес. Бір қырындаған күйін жүзін теріс беріп, мен жаққа мүлде бұрылмай қойды. Тап маған өкпелеп қалып, сосын жаза алмай отырған адамдай. Үйінің алдында ат басын тірегеннен кейін Смағұл арбадан секіріп түсті де,
Неғып отырсың мыжырайып? Кәнекей, бері жүр, деді баяғы өзінің өктем даусымен. Онсыз да бүкіл ырқымды билеп алған жолдасыма қайдан қарсы келермін? Айтқанын орындап лыпылдай жүгіремін. Қораның ішіне кіріп екеуміз алдымен бір ауыр флягты арбаның үстіне орнаттық. Азық-түлік салынған қапшықтарды да сүйрей жөнелдік. Ең ақырында бір семіз ісекті іркілдетіп қорадан шығарды. Сонымен тиелген жүк шағын арбаның жәрендігінен асып толып кетті. Смағұл ертедегі аттың басын өзі жөткелеп әкеліп, бетімізді жолға қарай салып жіберді де, игі тілегін айтып қала берді. Байқаймын, тиегеніміздің бәрі тойға қажетті жабдықтар. Маған осының бәрі түс сияқты. Ойда жоқта аяқ астынан мынау келіншегің деп бір қызды қасыма отырғызып қойса, ал ол аз болғандай өз ауылына келіп, арбама қаншама заттарымды тиеп берсе, қалай есіңнен айырылмассың? Өзіме өзім келе бастаған сәтім қызбен оңаша қалғаннан кейін барып қана. Жан жағыма айналақтап қарап қоямын. Шынында да маңайымызда екеумізден басқа жан баласы жоқ. Содан темір жолдан өтіп, селекцияның қалың ағаштарының арасына да кірдік. Осы араға келгенде ғана есімді жинаңқырап, сабама түстім-ау деймін. Не де болса да көлікті тоқтаттым. Өйткені қасымда Смағұл жоқ. Өзіме өзім би, өзіме қожа емеспін бе? Арбама салып берген мына бойжеткенің әлі күнге жүзін көрместен үйге қарай әкеле жатқаным қалай? Және жай әкеле жатқаным жоқ, өмірлік жар етпекпін. Ендеше тым құрғанда қандай адамға үйленгелі жатқанымды білуім керек емес пе? Өзім өңін көрмей тұрып, қалайша үйге келін етіп кіргізбекпін. Жүзін көрмегеннен кейін адам неше түрлі ойға келеді ғой. Менің шақшадай басымды шаралап, шарыдай қылып жүрген ойдың жалпы нобайы мынандай еді. Өңі қандай екен, мінезі, қылығы көңіліме қона ма? Өзі жөн білмейтін болса, әрі оның үстіне өзі көріксіз болып шықсашы. Қаншалықты құлай сенсем де, Смағұл досым көңіл күйдің ырқына жүріп, маған әншейін басы бос балпаяқ қыздардың бірін қоса салса қайттым. Онда Құдайдың төбеден ұрғаны да, достың көңілге қараған дұрыс қой. Бірақ қанша айтқанмен өзім тұратын әйелді алдымен өзіме ұнау керек емес пе еді? Қойшы, әйтеуір не керек? Үйге апармай тұрып осы айдалада мәселенің неге ашып алмаймын? Неге өзім көз жеткізбеймін? Құдай бетін ары қылсын. Егер де бар ғой, ұнамай жатса мүмкін, осы арадан ақ аттың басын арбасымен қосып кері бұрмаймын ба? Қой, басын ашып алайын. Таза масқара болмай тұрғанда. Мына қызықты қараңыз. Өзім қалыңдық ретінде үйіме алып келе жатқан қызға. Осы арада мен өмірімде бірінші рет тіл қатқалы тұрмын. Осы ойға бекінгенім де бойыма бар батылымды жинап алып қызға былай дедім. Қарындас, дедім, тамағымды жөткіңкіре кенеп алып, қызға таман тақая түсіп. Бетіңді аш, екеуміз танысайық. Құдай қосса, енді екеуміз ерлі-зайыпты боламыз. Көмейіме келіп іркіліп қалған үлкен ата-анаң рұқсатын берді ғой, деген сөз. Оның айтып жіберуге жібермей тұрған манадан ішімде арпалысып келе жатқан жаңағыдай күдікті ой. Түрінен ат үркетіндей болса, ондай қыздың маған керегі не? Содан қыз басындағы орамалын ақырын сырғытып түсірді де, маған жасқана қарады. Өңіне көз қиығымның түсуі сол-ақ екен. Бүлк кете түскен жүрегімнің сабырға бой берместен, аттай тулап әлде қайда ала жөнелгені. Мынау болымыз, мына біті мені іштен кеміріп келе жатқан шүбәлі ойларымды бірдемді-ақ дүр сілкіндіріп ұшырып жібергендей болды. Бір сәт көз алдымды қарауытып кеткен сияқтанды. Ауа жетпей қалғандай, екі қолымды ебдейсіз ербең еткіздім-ау деймін. Басым айланып, құлап қалмағаныма шүкір. Сонымен не болды дейсіз ғой? Менің алдымда сопақшалау ақ құбалы жүзді, қарақаттай үлкен отты көздері, қыр мұрынды сәл кішірек біткен, қып-қызыл қалыңдау ерінді, сүйкімді бойжеткен тұр. Мен ойлағаннан да арман мөлдіреген жас сұлу. Мынандай қызды жар еткен жігітке сірә арман бар ма екен? Әдетте сұлу қыздар кердең, паң пышақтың жүзіндей өткір болып келеді ғой. Ал менің қалыңдығым, енді ешкімнен қысылып қымтырылмастан менің қалыңдығым деп айтайыншы. Өзі сондай ажарлы жан болғанына қарамастан, адамға жасқана қарайтын бір түрлі ұяңдау. Екеумізде арбадан түстік те, бақты аралап біраз жүрдік. Бір-бірімізбен жете танысып әңгімелестік.
Әңгімелесіп біліскен сайын төбем көкке бір ақ жетпей қалды. Енді кідіріп тұрудың қажеті не? Үйдегі анамды қуанту үшін дереу жүріп кеттік. Смағұл маған қосқан сол үріп ауызға салғандай сүйкімді қыз қазір қайда дейсіздер? Ол жағын ойлап бастарыңды тым қатыра бермеңдер. Сол сұлу қыз мына алдарыңда отырған жеңгелерің Бүбіш. Құдайға тәуба, ұлды қызды аралас 5-6 балам бар. Тату тәтті өмір сүріп келеміз деп. Үдербай ақсақал әңгімесін аяқтады да мардымсынған пішінмен қонақтарға жағалай қарады. Осындай аяулы жар тауып беріп бүкіл бір әулетке ғұмырға жетер қуаныш сыйлаған кеткен Смағұл ағай бұл күнде өмірде жоқ. Мұнандай тосын оқиғаға қатты әсерленіп кеткен қонақтардың бірі Алла жарықтық-ай, аруағы риза болсын деп бет сипап еді. Ересектеу кісілердің бірі қасиетті Құранның бір аятын қарлықтыдау даусымен әндете созып оқи жөнелді. Қаншалықты нәшіне келтіріп мақымдай оқып жатқанын кім білсін, бірақ арабша әуезді сөздерді бүкіл қонақ сілтідей тынып тыңдап қалыпты. Тіпті ортада отырған фирма партия ұйымының хатшысы да ләм деп қарсылық көрсете алмай, қарсылық көрсеткені былай қойып, жан дүниесін тебірентіп, тұла бойы шымырлатып әкететін тылсым әуенге үйіп, мүлгіп бара жатқандай. Осы сәтте бәрінің басына келген бір орта ғой. Не деген керемет кісі, неткен қызықты тағдыр еді.